жасауды көрсететін боламын. Ол үшін бізге жарты килограмм құрма және 1 литр су қажет. Жуылған және сәл кептірілген құрмалар сумен бірге ыдысқа құйылады және шамамен 2 сағат баяу отта қайнатылады. Қатаң ескерту: үлкендердің көмегінсіз үйде от жағуға болмайды. Ол үшін маған анам көмектесті. 2 сағаттан кейін от сөндіріледі. Қайнаған құрманы сүзгіштен өткізіп, тоңазытқышқа сақтаймыз. Мен сәуір айында, яғни Рамазан айында, әжемнің көмегімен құрманың сүйегін алып, гүл горшогына еккен болатынмын. Міне, соның нәтижесі осындай болып шықты.